Армысыздар ағайын, еркін әңгіме бағдарламасының бүгінгі қонағы Отбасы банкі акционерлік қоғамы Алматы облыстық филиалының директоры Қуаныш Серікұлы Ұласбек мырза. Қуаныш Серікұлы, қош келдіңіз. Енді өзіңіз жақсы білесіз, біздің елімізде саяси науқан болды, референдум өтті, жаңа конституциямыз қабылданды. Енді осы шілде айының бірінен бастап жаңаша өмір сүріп жатырмыз. Шындығын айтқан кезде бұл үлкен мемлекет үшін үлкен құжат. Енді өзіңіз мемлекеттік қызметте жүргендіктен осыған жаңа конституциямызға бір ауыз пікіріңізді білдірсеңіз. Енді өзіңіз айтқандай мемлекеттік қызметте болғандықтан әрине мен бұл өзгертулерді қоштаймын, қолдаймыз. Жүрген жерімізде сұраса әрине түсіндіріп береміз. Ал жалпы бізге қарайтын 25-ші бап Конституцияның, ол тұрғын үй жайлы айтылған. Ол жерге өзгертулер енгізілген жоқ. Оған дейін де біз онымен жұмыс істедік, одан кейін де. Бірақ байқағаным, әрине үкімет жақтан қазір баспаналы болуға, қолжетімді шараларға үлкен деген көңіл бөлініп отыр. Біз осы 25-ші баптың аясында жұмыс істейміз. Оның ішінде негізгі бір мақсаттардың бірі ол азаматтарды қолжетімді шаралар арқылы баспаналы қылу. Біз ол жерде біздің мақсатымыз, ең басты мақсатымыз тек қана несие беру емес, ол адамды қаржылық тәртіпті қалыптастырып, жинақтау депозитін ашу арқылы баспанаға ие болғызу. Ал келген өзгертулер әрине екі жақтан да қолданады. Оны қоштаймыз, жүрген жерде айтып береміз. Бұл енді шынын айтқан кезде, мысалға осы сіздердің Отбасы банк бүгінде қазақстандықтардың мысалға баспана болуына мүмкіндік беретін негізгі қаржы институттарының бірі. Сол себепті осы банктың негізгі қызметі қандай? Жаңада айтқандай, біздің негізгі қызметіміз ол тек қана несие беру емес. Ол сонымен қатар адамның өзінің қаржылық тәртібін ұйқастырып, қаржылық сауатын көтеріп, өзіне өзі баспанаға жинақтау саясатына үйрету. Дұрыс айтасыз, ең бастысы қаржылық сауаты ашық болу керек қой, үйрену керек, білу керек. Негізінен көпшілік бәрі де шынын айтқан кезде баспаналы болғысы келеді. Оған жаңа өзіңіз айтып отқандай мемлекеттің тарапынан барлық жағдай жасалды. Ал енді бірақ соны бәрі жаңадай сауаттың жетіспегендіктен жетік меңгере бермейді. Оның алғы шарттары қандай мысалға? Енді ең басты шарты ол мақсат қою ғой. Қандай үй алам, қандай сомаға, қанша уақыт жинаймын оған. Әр адамның мақсаты енді баспаналы болу, бала шағасын баспанамен қамтамасыз ету. Сондықтан да бізге мысалға, мен өзі облыста жұмыс істегендіктен ауыл жаққа жиі шығамыз. Сонда азаматтар сұрайды, үйді қалай аламыз? Сол кісілерге барып түсіндіреміз. Ең басты депозит ашып береміз. Депозитте бірнеше шартты орындау керек. Мысалға, несие алудың алдында. Оның енді бағасына қарай жинайтын сомасы белгілеу керек. Мысалға, 20 миллионға үй алам десе, онда 10 миллион жинау керек. Ол 10 миллион кемінде 6 ай счетта жату керек. Содан кейін біз оған аралық займ деп атаймыз оны, 8% займды береміз. Біраз уақыт өткеннен кейін ол 8%, 3,5%-ға түседі. Ол әрине басқа банктерге қарағанда ұтымды, тиімдірек. Осындай шараларды түсіндіріп береміз. Ал немесе ауыл жерге барып айтамыз. Сіз мынау модаға қарап телефонды алғанша, тойға барып несие алғанша, одан гөрі балаңызға депозит ашып беріңіз. Бізде мысалға жаңа депозиттер бар, ол жас балаларға арналған. 18-ге толмаған балаларға арналған. Кәмелеттік жасқа толмаған балаларға депозиттер ақыл депозиті. 18-ге толғаннан кейін ол оны оқуына, жағдайын, үйлік жағдайын жақсартуға жұмсай алады.
Сонда түсіндіреміз ата-апаларға, немереңізге қалтасына құр ақша салғанша депозитіңізге салып қойыңыз. Солай жайлап басқа нәрсеге құртпай, балаңыздың болашағын ойлап сол кісіге сала беріңіз деп айтамыз. Мынау енді шынын айтқан кезде біздің Алматы облысы республикадағы бір үлкен облыстардың бірі ғой. Оның үстіне кейін мынау 3-4 жыл болды бұрынғы Қапшағай қаласы, қазіргі Қонаев қаласы облыс орталығы болды. Енді болсын болмасын бұл жерде енді сауал туады ғой. Бұл жерде үй алушылар саны көбейді. Бұл қазір тіпті осы басқа елді мекендерді айтпай-ақ қояйық. Қонаев қаласында осы мәселе қалай жүргізіліп жатыр мысалға? Мен сізге жалпы облыс бойынша айтып берейін. Жақсы. Осы жылы бізге мысалға кезекті жүргізу жұмысы отбасы банкіне өтіп кетті. Бұған дейін әкімшіліктердің өздері жүргізетін еді. Кезекте кезет деген сайт арқылы. Қазір бізде өркен отбасы деген сайтымыз бар. Осы сайтқа адамдар өзінің ЭЦП-сімен тұрып, келісімдерін беріп, кезекке тұра алады. Қазір кезекке тұрған саны біздің облыс бойынша 73.800 адам. 73.800 адам. Оның 36.300-і жағдайы төмен азаматтар. Мысалға, көбісі ет күтеді. Мемлекеттік саясатынан енді 25-ші бап бойынша облыстық әкімшілік биыл бізге 2189 баспана өткізді. Оның 1800-ден астамы таратылып қойды. Қазіргі мысалға аудан бойынша Қарасай ауданында 2017-2018-де тұрған азаматтар алып жатыр. Кезектегі. Бұның өзінің бір негізгі шарттары бар. Ең басты қарайтын ол кезекке тұру уақыты. Одан кейін кезекке тұру уақытынан бастап, оның тағда бірнеше өзінің талабы бар. Осы жайлы біз бөлек айтсақ та болады, бірақ мүмкіндік туып тұр ғой. Әрине. Мысалға, осы жалдамалы үйге өту үшін азаматтар өзінің келісімін беру керек. Келісім беру керек ЭЦП арқылы. Келісім бергеннен кейін біз оның статусын тексеріп шығамыз. Оның атында үй бар ма, жоқ па. Бір негізгі талаптардың бірі, ол 5 жыл бойы атында үй болмау керек. Қазіргі бізде 36.300-дің ішінен тек қана 15.400-і өз келісімін берді. Қалғандары түрлі себептермен енді келісім бермей жатыр. Сондықтан да егер де біздің сұхбатты көрген біреу болса, онда айтатыным, Алматы облысының тұрғындары дәл осы кезекте тұрған адамдарға айтам, біздің өркен отбасы сайтына өтіп, келісімдеріңізді беріңіздер. Сонда үйге иелі боласыздар. Әкімшілік молынан салып жатыр. Тағда осы жылдың соңына дейін 2500 пәтер салынады деген ақпарат бар. Сондықтан да бірақ оған иелену үшін өзінің келісім беру керек адам. Сондай Міндет. Талаптардың бірі ғой. Талаптардың бірі. Иә. Жаңа сіз Қарасай ауданын айтып отырсыз, мысалға 2018 жылғы дедіңіз, иә? 2018-19. Иә, 19 жылдарда кезекте енді 7-8 жыл өткеннен кейін барып, енді ол да жаман емес, көрсеткіш жақсы ғой енді. Басқа аудандардағы жағдай қалай? Негізі біздің облыс басқа облыстармен салыстырғанның өзінде қарқынды түрде үй салып жатыр. Салып немесе құрылыс қарқыны жақсы. Мықты. Мысалға, жалдамалы пәтер бойынша біз алдыңғы 3-ке кіреміз. 3-ші қатарға кіреміз. Жақсы ғой, керемет. Иә, негізі үй салынбаған аудан жоқ бізде. Бірақ осы жылы ең дәл көп өткізген ол Іле ауданы, Талғар ауданы, Еңбекшіқазақ аудандары. Молынан өткізіп жатыр. Алматы төңірегіндегі аудандар жатыр. Рас. Қонаев қаласы бойынша мысалға кезекте 11.000 адам тұр. Олар биыл бізге 137 пәтер әкімшілік өткізді. 137-ның барлығы таратылып қойды. Себеп қаланың ішінде адамдар оған қызығады. Кейбір мысалы шалғай ауданда салынған үйлер қатты адамдарға қызығушылық тудырмай жатыр. Бірақ ол кісілермен де жұмыс жасап жатырмыз.
Әрине, облыс орталығы, жаңа өзіңіз аудан айтқан Іле, Еңбекеш Қазақ, Талғар аудандарының бәрі осы Алматы төңірегінде орналасқаннан кейін ғой. Рас. Әрі құрылыс қарқынды дейсіз, иә? Иә. Енді айтыңызшы, мынау жас отбасылар үшін баспана мәселесі ең өзекті күрделі мәселе, шынын айту керек. Осы жастардың үйлі болуына қандай мүмкіндіктер жасалады? Негізі отбасының бір ерекшелігі, әр санатқа өзінің бағдарламасы бар. Бізде дәл отбасыларға, жас отбасыға арналған өзіміздің бағдарлама бар. Атау да сол, жас отбасы. Ол жерде атыңызда үй болмау керек. Егерде сіз енді үйленсеңіз, онда керекті соманың жартысы болса, онда оны депозитке саласыз. Бір жылдың ішіне жинайсыз. Бір жылдың ішінен жинағаннан кейін біз сізге 200 миллион теңгеге дейін несие бере аламыз. Мысалға, жылдың басынан бізде осылай 7 жас отбасы өтіп кетті. Одан басқа Наурыз бағдарламасы бар. Одан басқа әр ауданның, әр облыстың өзінің өңірлік бағдарламасы бар. Мысалы, 24-ші жыл бізде Алатау жастары болған. Ол жерден шамамен 100-ге жуық жас отбасы, жас маман үйлі болды. Мынау енді Қуаныш Серікұлы, жалпы қала мен жаңа айттыңыз ғой, кейбір елді мекендерде аса сұраныс жоқ, ол кісілермен де жұмыс жасаймыз деп. Жалпы қала мен ауыл тұрғындарының арасында айырмашылық қандай осы баспаналы болуда? Енді бұлай аналитикаға жүгінсек, әрине Алматыға қызығушылық үлкен. Сіз жаңа айтқандай, Алматыға жақын аудандарда үйді көбірек алады. Ал мысалға Ұйғыр ауданы, басқа шалғай аудандар адамдар қатты қызықпайды екен. Бірақ облыс әкімінің жалпы қарауымен, сөзімен басқа аудандарда да үй салуға тырысып жатырмыз. Сол застройщиктер шақырып жатырмыз, құрылысшыларды. Мына жерге сал, алдын ала жұмыстар жүргізіп жатырмыз олармен. Мынандай бағаға біздің отбасы арқылы сата аласың, мынандай баға мысалға әкімшілікке ұтымды деп. Сондай жалпы жұмыстар жүргізіліп жатыр, бірақ Алматыға жақынырақ жерлер бұлай тиімдірек сияқты. Әрине, ол түсінікті жағдай ғой. Жалпы жаңа өзіңіз айтып отқан құрылыс компаниялары мен банк арасында қандай қарым-қатынаста жұмыс жасайсыздар? Енді бізде жалпы біздің бағдарламамен беру үшін құрылыс компаниясы алдымен біздің сайтқа жүгіну керек. Баспана сайтына, баспана маркет сайтына. Мысалға, Наурыз бағдарламасы бар. Ол жерде егер черновой ремонт болса, онда алғашқы жарна 20%. Егер чистовой ремонт болса, онда алғашқы жарна 10%. Сондықтан да көбісі бұған қызығады компаниялар. Мысалы, Алматы облысында Нестрой деген бір үлкен компания, құрылыс компаниясы бар. Олар Қоян Құста, Алатау қаласында 8.000-ға жуық пәтер салған. Гейт Сити деген. Мысалға, өзіңіз білетіндей, бізде несиені алу үшін ақшаны жинау керек. Ал Алматы қаласында, Алматы облысында ақшасы бар, бірақ жинамаған адамдар көп. Соларға арналған әтеге осы Нестрой компаниясымен өзіміздің жеке бағдарламамыз бар. Ол ипотекаға дейінгі кілтті алу деп аталады. Ол жерде ең басты талаптар осы. Сенде 50% бар болса, онда сен банкқа қой. Бірақ анау гейтити жақтан 6 айдан 1 жылға дейін тек қана комуслугасын төлеп тұра аласың. 1 жыл өткеннен кейін, 6 ай өткеннен кейін талаптарға сай ғой, біз саған несие береміз. Міне осы біздің жұмысымыздың көрсеткіші ғой. Әрине, қандай жеңілдік, иә? Иә. Дұрыс айтасыз, жаңа айтып отырсыз ғой, көп адамдар мысалға ақша жинамайды деп. Иә. Ақша жинауға да мақсат қою керек қой. Ол тектен тегін келмейді. Мысалға, ақшам жоқ, мен депозит ашпай қояйын деп жүретіндер бар. Ондайларға не айтасыз мысалға? Енді мен сізге жаңада айтқандай, бізде кезекте тұрған адамдар көп. Әркімнің жағдайы әртүрлі. Шынымен де бір қиын жағдайға жолыққан жанұялар бар. Олар
кезекте тұр дейік. Депозит ашуға шамасы жоқ. Онда оларға мемлекет осы жалдамалы пәтер беру арқылы көмектесіп жатыр. Бірақ сонда да ол жерде өзінің талаптары бар. Мысалға, жалдамалы үй алу үшін адам басына минималды айлықтың 5-інен аспау керек, 5,5% аспау керек. Ал егер жанұяда 3 адамнан астам болса, онда адам басына 2 айлықтан аспау керек. Асып кетсе, онда сен несиелік үйге жүгінесің. Мысалға, бізге осы жылы облыс 252 несиелік үй өткізді. Оның барлығын таратып қойдық. Олар 2 немесе 5%-ға беріледі. Төлем ақысы өте тиімді. Сондықтан да осындай жағдайларды білу үшін, осындай бағдарламаны білу үшін отбасы банкке жүгінген дұрыс. Енді жүгінген кезде жаңағыдай осы отбасының бағдарламаларын білу үшін әр адам жүздеріңіз сайттарыңыз бар, я болмаса тікелей банкке барып кеңес алуға болады ғой. Қараңыз, енді біз бірнеше жалпы платформада жұмыс жасаймыз. Әрине, біздің бөлімшеге келсеңіз болады. Бізде облыста 2 бөлімше. Ол Қонаев қаласында, Өтеген ауылында бар. Жақын жоспарда тағда Қаскелеңде ашылып жатырмыз қазір. Сонымен қатар тағда Алатау қаласында. Бұл сіздердің бөлімшелеріңіз, е? Бұл өзіміздің бөлімшелеріміз. Жақын арада тағда Алатау қаласында ашамыз. Бір бөлімше. Сонымен облыста 4 бөлімше болады. Несие алып, растап, жалпы несиемен жұмыс істеу бөлімшелері. Бұдан басқа бізде облыста 65 агент жұмыс істейді. Әр агент несиенің қалай берілуін, қандай бағдарлама сізге тиімді екенін өзі планшет арқылы айтып түсіндіріп береді. Алғашқы графигіңізді көрсетіп береді. Қанша төлейсіз, мынанша алсаңыз, мынанша төлейсіз деп. Оның барлығы, оның телефондары біздің сайтта көрсетіліп тұр. Қиын емес, отбасы сайтына кіріңіз, біздің облыс таңдайсыз, ары қарай ақпараттың барлығы шығады. Біз қайдамыз, біздің агенттеріміз қайда, және өткен жылы біз бүкіл аудан бойынша бір консультациялық орталық аштық. Әр ауданда біз қазір бармыз. Сондықтан да бір қарасаңыз, онда ақпараттың барлығы белгілі болады. Екінші жағдай енді ол біздің дистанциялық жұмыстар. Видеозвонок деген бар, видеогид деген бар. Жалпы оларға қоңырау салу үшін біздің сайтқа кіресіз, телефондардың бәрі тұр. Сондықтан да ақпаратсыз қалмайсыз. Видео қоңырау. Видео қоңырау да бар. Барлығын сізге түсіндіріп береді, қандай құжаттар керек, маған қатыса аласыз ба, қатыса алмайсыз ба, маған жалпы үйлі болу үшін сізге қай жақтан алған дұрыс, бағасына дейін айтып береді. Жалпы жаңағы видео қоңырау деп қалдыңыз ғой, соған байланысты. Мысалға, сіздердің банктеріңіз онлайн форматта, платформада жұмыс істей ме? Әрине, енді талапқа сай біздің банкте цифрлік банк болуға тырысып жатыр. Біз көптеген өзіміздің операциямызды онлайн форматқа өткіздік. Біздің мобильдік қосымша арқылы сіз енді депозитті аша аласыз, счетты аша аласыз, аударымды істей аласыздар. Ал егер депозит бойынша басқа бір операциялар керек болса, онда әрине бөлімшеге келесіз. Бірақ операцияның 70%-нан астамы онлайнға өтіп кетті. Онлайнда? Онлайнда. Енді осы онлайн дегеннен шығады ғой енді. Өзіңіз де жақсы білесіз, мысалға, онлайн құжаттар рәсімдеген кезде алаяқтар ұрынып қалмай ма? Енді бұл... Ең қауіпті мәселе болғаннан кейін сұрап отқаным ғой. Бұл жерде шынымды айтсам, онлайнға ондай бармайды деп сенеміз. Бірақ негізі растаудың, несие берудің соңғы нүктесі ол біздің бөлімшеде болады. Сондықтан да сізден онлайн заявканы қабылдаймыз, қарастырамыз, алдын ала шешім береді сізге, бірақ соңғы нүктесі бөлімшеде болады. Адам баласы, алушы, бөлімшеге барады ғой? Бөлімшеге барады. Соңғы сәтте? Соңғы сәт. Өзінің көзі жетеді? Соңғы операциясы ол бөлімшеде өтеді. Жаңағы онлайн арқылы толтырылған құжаттардың бәрін өз көзінше тексеріледі ғой бәрі де. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, елді мекендерді көп аралаймыз деп. Сондағы азаматтардың ең көп қоятын сұрақтары қандай?
Енді менің жасым 43-те болса да, ауылды жерде ата-апаларымыз, әй бала дейді, қалай үйлі боламыз дейді. Кел айтып берші дейді, қалай жинаймыз дейді. Содан басталады. Содан бастап сен бастан бастап айтасың. Ата, апа, аға, ең басты депозитті ашу керек. Одан кейін мақсат қоясың. Қандай сомаға сіз негізі үй алып бересіз. Ал былай географиялық біз бір жерге байланып қалмаймыз. Мысалы, біздің филиал арқылы Астанадан да, Алматыдан да үй алуға болады. Ең бастысы ашып беру ғой. Ең басты сұрақ осы: қалай үйлі боламыз? Енді депозит ашты, содан кейін енді сіз сол қаржы саласы маманы ретінде қаржыны ары қарай қалай жинаймыз? Енді менің бір таңғалғаным, мынау Қарасай ауданында, Қаскелеңде бір оқытушы келеді бізге. 7 балам бар дейді. Айлығым 180 мыңнан бір 250 мыңға жетеді дейді. Шамамен сондай. Сонымен әңгіме 250 мың дейік. 250 мың дейік. Әңгіме бабында 4 үйім бар дейді. Қалай жинадыңыз деймін. Сонда айтады: балам, уақыт деген тез өтеді. Ай-май 25-30 мыңнан салып тұрдым дейді. Алғашқы жарнадан жинадым, бір үйге иелі болдым. Оны жаппай тұрып, екінші депозитті аштым. Оған тағы да жинап 50% тағы да алдым. Кейін анам маған: сен, қызым, жақсы жинайды екенсің деп, өзінің пенсиясынан былай аударым жіберген екен. Оған тағы да жинап үшіншіге алдым дейді. Сонымен балалармен отырып төртіншіге алдық дейді. Ең басты ол мақсат қою, және сол мақсатқа қаржылық тәртіппен жету. Басқа еш нәрсеге қарамай, осыған жинау керек. Мақсат қою керек қой. Мақсат қою керек. Ең басты көргенім, таңғалғаным осы әйел мені таңғалдырды. Жылаған жоқ, айлығым кішкентай, ақша жеткіліксіз, анау қымбаттады, мынау қымбаттады деп сілтенген жоқ. Жай ғана басын көтермей өзінің жұмысын істеп жүр, анау депозитті толтырып жүр, баспаналы болып жүр. Үнемдесе бәріне жеткізуге болады ғой. Шын айтқан кезде, Оның 2 үйін арендаға өткізіп қойғам дейді. Енді міндетті солай болады ғой. Енді керемет. Ол енді балалардың болашағы ғой, шын айтқан кезде. Рас. Балалар ер жеткенше, жеке тұрғанша солар үшін ғой бәрі де алып жатқаны. Рас. Ал енді мынадай бір қызық сұрақ. Шын айтқан кезде, Қуаныш Серікұлы, әрбір адам баспана алғанда қуанады ғой. Сол бір клиенттеріңіз болды ма? Мысалға, отбасың банкін, мысалы, үй алып, сіз сол қуанышына шақырып, я болмаса алғысын айту, сондай бір қуаныш сәттер бола ма? Енді қаржы саласында 21 жылдан бері істеп келе жатырмын. Бұған дейін басқа екінші деңгейлі коммерциялық банкте істейтін едім. Коммерциялық банкта қуаныш екі түрлі болады екен. Ол несиені растаған кезде, екінші үлкен қуанышы, тойға айналып кететін қуанышы, ол несиені жапқан кезде. Отбасы банкінің ерекшелігі, адам несиені жауып, жаппай тұрып, екінші депозит ашады. Екінші несиеге иеленуге тырысады екен. Әрине, бізде осындай азаматтар бар. Үй алдық, келіп қонақ болыңыздар деп шақырады. Шын көңілмен болса, әрине бізде кіріп, батамызды беріп, қуанып қайтамыз. Әрине, қуанышқа ортақтасаң көбейеді ғой. Бұл қуаныш негізі осы жылдан молынан бері болып тұр. Өзіңіз білетіндей, қазір кезек отбасы банк арқылы жүргізіледі. Отбасы банк енді өз платформасында автоматтық система арқылы шешім қабылдайды. Адам мынанша уақыттан бері кезекте тұр, неғұрлым ерте тұрса, сонда сол өтеді. Атында үй жоқ, өзінің келісімін берді, толығымен тексеруден өтілді. Осы адамға несие берсін деген шешім қабылдаймыз. Несие емес, үй берілсін деген шешім қабылдаймыз. Одан кейін осы адамдардың тізімін әкімшілікке жібереміз. Әкімшілік осы үйлерді салады. Бізге осы жалдамалы үйлер жайлы мағлұмат өткізеді. Тех паспортын, басқа құжаттарын. Және біз әкімшілікке мынау адаммен келісімшартқа, мынау пәтерге келісімшартқа отырасың деген хат жібереміз. Содан бері біздің облыста 2000-ға жуық адам осылай баспаналы болды.
Қандай жақсы. Әркімнің қуанышына ортақпыз. Әрине. Қалғандарыңыз инвентаризациядан өтіңіз, келісімдерін беріңіз. Бірақ тек қана мемлекетке қарамай, одан басқа өзіңіздің депозитіңізді ашып жинай беріңіздер. Енді шынын айтқан кезде мен сіздің сөзіңізден түскенім, отбасы банк арқылы тұрғын үй алып жатқанын әрбір жанның қуанышына ортақпыз дейсіз ғой енді, шынын айтқан кезде. Енді олардың үй алуларына сіздер себепкер болдыңыздар, иә? Енді әрине, бірақ ең бастысы бұл үйлерді, кезекте тұрған адамдарға үйлерді әкімшілік салады. Олардың да жұмысын айта кету керек. Әрине, әрине. Олар үй салмаса, онда біз тарататын дым болмайды. Дұрыс айтасыз, өйткені кейбіреулер ойлайды, сол отбасы банкі өзі салады, өзі таратады деп. Бұл екі жақты жұмыс. Бұл мемлекеттің саясаты. Бұл енді дұрыс айтасыз. Оны мен жақсы білем. Енді елдің бәрі оны біле беруі мүмкін емес қой. Жалпы осы әкімдік тарапынан сіздерге қандай келісім бар ма? Әкімдік тарапынан сіздерге қандай қолдаулар көрсетілуде? Енді біз заң аясында жұмыс істейміз ғой. Әрине. Осы заң, тұрғын үй заңы бойынша әкімшілік бізге осы мағлұматтарды өткізеді. Осыншама үй салынды, осы үйлерді сен несиеге бересің, бағасы осындай. Мына үйлерді сен жалға бересің. Осы заң аясында бұл екі жақты жұмыс. Бірақ жалпы біздің облысты мақтай кетейін. Біз өткен жылы мысалға 3,2 миллиард теңге бізге әкімшілік бөлді. Біз өз тарапымыздан 620 миллион теңге бөлдік. Және Алатау деген бағдарламаны іске асырдық. Бүгінгі күнге дейін 139 адам баспаналы болды. Қазір өткен аптада мәслихаттың шешімі тағы да шықты. Биыл бізге тағы да 3,2 миллиард бөлініп тұр. Олар облыс тұрғындарына арналған бағдарлама, бірақ үйлерді тек қана Қонаев қаласында сатып алуға болады. Оның несие мөлшері 30 миллион, 5%-ға. Оның ішіне СМИ жұмыскерлері де кірді қазір. Мынау жаңағы бағдарламаның атауы Алатау деп қалдыңыз ғой? Алатау. Неге Алатау? Енді бас қала Қонаев болса да, облысымыздың аумағында Алатау қаласы бар. Енді бұлай цифрлық негізі бар қала болады дейді ғой. Иә. Соған сеніммен осындай атау берген шығар. Дұрыс екен. Ал енді менің түсінігімде ол Алатау деген бағдарлама басқа өңірлерде жоқ шығар, иә? Әр өңірде өзінің атауы бар. Тұрған жеріне лайықталған, иә? Енді әкімшілік ақша бөлгеннен кейін, қаржыны бөлгеннен кейін өзі шешеді. Қай санаттарға бөлінеді, қаншадан бөледі. Біз тек қана оператор ретінде қосып тұрмыз биыл. Бұған дейін біз жақтан да ақша қосылатын еді. Сондықтан да әр өңірдің өзінің атауы бар. Мысалға, Қызылордада сыр жастары дейді. Алматы қаласында Алматы жастары. Талдықорған жағында Жетісу шығарылған. Жетісу, ал бізде Алматы облысында Алатау бағдарламасы. Жақсы. Енді осыншама халыққа игілікті жұмыс істеп отқан отбасы банкінің құрамына сіздің қызметкерлеріңізге тоқталайықшы. Қанша адам жұмыс істейсіздер? Бізде штаттық 34 адам бар. Және жоғарыда айтқандай 65 адам агент. Осы енді 100-ге жетер-жетпес адамбыз. Жұмыс істеп жатырмыз. Бізде клиент саны 120 мыңнан асып кеткен. Енді жалпы мақсаттардың бірі, өз коллективіне түсіндірем, ол адамдар үшін жұмыс істеу. Азаматтар үшін жұмыс істеу. Мінезін көрсетпей, Әрине. әр адамның қылығы әртүрлі болады, бірақ осы жұмысқа кіргеннен кейін бәрімізді бір мақсат қосады. Ол азаматтарға көмектесу, әркімнің мақсатына баспаналы болуға жәрдем беру. Жаңа 120 мың үміткер бар дедіңіз, иә, үй алуға. Соған 100 шақты адам сіздің мамандарыңыз жеткілікті ме? Енді бұған бізге жаңа айтқандай мобильді қосымша көмекші. Әркімге әрине барып айта алмайсың. Бірақ мобильді қосымша арқылы банктың жалпы инструменттеріне ие болу әбден мүмкін.
Сондықтан да екі жақтан қосылып әйтеуір жұмыс істеп жатырмыз. Мгм. Сіздер жалпы осы банк саласына өте білімді, қаржылай сауаттылығы мықты азаматтарды қабылдайсыздар, болсын болмасын. Қалай іріктейсіздер? Енді бізде әр ұйымда сияқты өзінің талаптары болады. Әрине. Қаржы банкте жұмыс істеймін десең, онда әрине қаржылық бір дипломың болу керек. Егерде былай жұмыс істеймін десе, онда агент болам десе, онда оған ондай талап қойылмайды. Бірақ сонымен қатар жас маман бізде көп. Мысалға, бұған дейін біз Қаскелең қаласында отырдық. Қаскелеңнен Қонаевқа көшкеннен кейін өткен жылы көп маманымыз бармай қойды. Біріншіден ол қашықтық. Күнде 200 шақырым ары-бері қатынаған деген қиын ғой. Сондықтан да Қонаев қаласында жас мамандарды қабылдадық. Оларға 3 айлық бір испытательный срок дейді ғой. Сондай қойып бердік. Одан өткендері көп. Сынақ мерзімі. Сынақ мерзімі. Қазір бізбен бірге жұмыс істеп жүр. Әрине, әркімнің мақсаты енді тәжірибелі болу ғой. Әрине. Бірақ жас болғаннан кейін әрине тәжірибесі жетпеу мүмкін. Ондай болса, онда азаматтардан кешірім сұраймыз. Бірақ жалпы адамдар тәжірибесін өсіріп, осылай мықты маман болуға тырысып жатыр. Цифрландыру дәуірінде сіздердің банкте қандай істер атқарылып жатыр? Біріншіден, мен айтқандай, біз мынау өзіміздің мобильдік қосымша арқылы оны дамытамыз. Одан кейін бізде цифрлық гидтар бар. Адамдармен хабарласады, қандай бағдарлама керек екенін айтып береді, түсіндіріп береді, дистанциялық түрде счетін ашып береді. Сондықтан да бізде жұмыс осы екі түрлі. Бірінші осы бөлімшеде атқарылады, агенттермен атқарылады, екіншісі осы дистанциялық түрде атқарылады. Сіз енді жаңа әңгімеміздің басында айтып өткендей, біздің еліміздегі ең ірі облыстардың бірі ғой енді Алматы облысы. Сол Алматы облысында жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 120 үміткер бар үй алуға. Осыншама үлкен облыста осындай банктың филиалын басқарып отқан сәтте басшы ретінде сіз жалпы қалай ойлайсыз? Осы адамдардың қаржылық сауаты мықты болу керек пе? Еңбекқорлық керек пе? Әлде ұзақ мерзімдік жоспар құру керек пе? Менің ойымша, сіз өзіңіздің сұрағыңызға өзіңіз жауап берген сияқтысыз. Басты талаптардың барлығын айтып шықтыңыз. Сонымен қатар тағда шамалы бізге облыста біріншіден қаржылық сауат жетіспейтін сияқты. Себебі бұлай көп адам келеді, бірақ көбісіне мысалға несие расталмайды. Неліктен? Себебі басында басқа несиелер болады. Олардың төлей алмаса, онда әрине бізде оған несиені беру мүмкіндігіміз кемдеу. Сондықтан да адамдарға айтасың, 6 ай бойы сен өзінің несиеңді жап, уақытылы төлеп тұр, одан кейін тағда бізге жүгін. Сонда сенің де несиеңді растап береміз. Ең бастысы айтатыным, енді модаға қарамай, басқа нәрсеге қарамай, несиені алсаңыз тек қана бір маңызды нәрсеге алыңыздар. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Одан кейін біздің мысалға кейбір азаматтарымыз сабырсыз келіп, біздің бөлімшеде болсын, басқа нәрседе болсын, мінезін көрсетіп кетеді. Сондықтан да бізге тілейтінім, ол біріншіден қаржылық сауат, қаржылық тәртіп, сабырлық және сабырлық. Дұрыс айтасыз. Сабырлық деген ол мінез, қай жерде болса сабырлы болу керек қой адам баласы. Енді оны сабырлық дейміз, әдеп дейміз, мәдениетті болыңыз дейміз. Тәрбие дейміз. Тәрбие дейміз. Бірақ негізі бір ғой. Әрине. Өз-өзін ұстау. Әрине. Сіздің мамандығыңыз кім? Мен қаржыгермін. Бірінші мамандығым инженер. Екінші мамандығым енді ауылдағы өскен балаларымыз. Бәріміздің көз алдымызда мұнай тапты. Енді бәріміз мұнайшы боламыз деген бір арман пайда болған. 97-98 жылдар. Содан ауылдың жартысы болып Шымкенттегі Әуезов университетіне техникалық маманға түскенбіз.
100 адам болып. Соның 5-ақ қана осы техникалық маманға ие болып, ары қарай жұмыс істеп кетті. Қалғандарымыз мен сияқты екінші дипломға үйреніп, әркім әр жерде жүр. Мен осы қаржы саласын таңдадым. 21 жылдан бері осы жерде жұмыс істеп жүрмін. 21 жыл. Иә. Ол да енді үлкен тәжірибе ғой, шын айтқан кезде. Бұл енді мамандық таңдау енді мен сұрап отқан себебім, шынын айтқанда басқа мамандық емес, бұл банкте енді шынын айтқанда тек қана қаржыгерлер ғана жұмыс істейтін сала ғой, шынын айтқанда. Қаржыгер емес, мүмкін қаржылай сауатты адам болу керек. Солай ма? Енді ол бір бөлек. Бізде мысалға заңгерлер көп. Екіншіден талапқа сай бізде айтишниктер көп. Техникалық маманға иеленген азаматтар көп. IT саласында жұмыс істейтін. Енді банктың жартысы, әрине сіз айтқандай, қаржыгер. Бір шамасы сатушылар, продажник дейді ғой, маркетологтар. Иә. Тағы да бір саласы IT саласында жұмыс істейтін мамандар. Енді сіз басшысыз, иә? Иә. 21 жылдық қызметіңіз бар, тәжірибеңіз бар. Иә. Шынын айту керек, енді басшы болу, ол енді құрмет, шынын айтқанда, абырой. Бірақ ол басшылыққа оңай жетпейді кез келген адам. Ал жеткен жағдайда ол басшылықты алып кету тағы да абырой. Осы басшы қызметте жүрген кезде қиындық сәттер болды ма? Енді әр өзінің жұмысының екі түрлі саласы болады дейді. Біріншісі ол әрине әр жерде саған шамалы болса да құрмет көрсетеді, көке, сәке, бәке. Бірақ екінші жағында сұранысы. Сен өз жұмысыңа сай болу керексің. Өз жұмысыңды атқарамасаң, онда сен бұлай жақсы басшы бола алмайсың. Әрине, сондықтан да әрқашан да өзінің квалификацияңды көтеріп тұру керек. Соны бізде әрине тырысамыз сай болуға. Әрине. Талаптың сұранысы ғой. Себебі жастар өсіп келе жатыр. Бізден мықты, бізден білімдірек адамдар көп. Сондықтан да жалпы жұмыс істеймін десең, онда сен өз салаңда мықты маман болу тиіссің. Яғни әрқашан да білімдену керек. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мысалға білімді жастар өсіп келеді деп, иә? Бізде енді мықты мамандар бар деп. Иә. Басшы деген менің түсінігімде одан да мықты болу керек қой. Иә. Сен тыңдау үшін, сенің сөзің өту үшін, сен одан әрине көбірек білу керексің. Бірақ бұл жерде тәжірибе деген нәрсе бар ғой. Қаншама білімді болсаң да, тәжірибең жетпесе, онда көп нәрсеге шешім қабылдай алмайсың. Ал тәжірибемен жалпы білім осы. Жалпы біздің болашағымыз жастар ғой, шын айту керек. Кешегі мына қабылданып жатқан жаңа конституциялық реформада біздің болашағымыз жастар үшін. Бұл мемлекетімізді алға жылжытатын, дамытатын үлкен құжат. Бәрі де сол болашағымыз жастар үшін жасалып отқан. Енді тәжірибеңіз бар, Құдайға шүкір. Жастық кезеңнен өтіп бара жатқан осындай бір сәттерде артыңызға қарап жастар туралы не ойлайсыз? Енді мен бір таңғалғаным, бұған дейін мен Жусан банкте жұмыс істегенмін. IT саласын басқарғам. Бұған дейін көп оқисың, қарайсың, бірақ кейбір жастар бар. Шынымен де Құдай бере саған. Не істесе де жұмысы алға басып кетеді. Сондай жастарды көріп әрине қуанасың. Біздің келешекте осы жастар арқылы бізде бір дамыған мемлекеттердің қатарына қосыламыз ба деген үміт туа бастайды. Әрине неғұрлым мәдениетті, мықты, білікті жас көп болса, онда қуанбай не істейсің? Әрине. Тек қана қуанасың, қолдайсың. Біздің филиалда да ондай кісілер бар, ондай жастар бар. Біздің енді жалпы өзімді кәрі деп айтамаймын, өзім 43-темін. Бірақ жас мамандар келсе, оларды үйретуге тырысамын. Әрине. Енді 43 деген жаста емес,
үлкен де емес, бір әдемі кезең ғой енді, тәжірибе жинақталған, Иә. жастарды үйретуге. Сол жастар, біздердің жастарымыз бір кездері, сіз өзіңіз осы Қазақстанда оқыдыңыз ғой, иә? Иә. Сыртта оқуға әуестенген еді. Қазір көптеген жастарымыз осы елімізде білім алып жатыр. Жаңа бір жақсы сөз айттыңыз. Кейбір жастар дедіңіз, не нәрсе бастаса да, қандай шаруада болмасын, оның істері алға жүріп кетеді. Оның себебі неде екен? Сіз соны ойлап көрдіңіз ба? Әрине, ол жастар көбінесе шетелде оқыған. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, көп түсіргеннен емес, көп көргеннен сұра дейді. Көпті көрген дұрыс. Әрине, сондықтан да мүмкіншілік бар болса, біздің оқу орындарымыз жаман емес, жақсы. Бірақ екеуін де алып кетсеңіз мықты болады. Осы жерде де оқып, шетелде де білім алып, соны тәжірибе ретінде көрсетсеңіз, ол әлдеқайда мықты ғой. Иә, мен осы көп жерлерде мысалға келтіріп жүрмін. Біздің мемлекет басшысы үлкен қайраткер. Иә. Әлемдік деңгейдегі. Иә. Ол кісі әу баста шетелде білім алған, өздеріңіз жақсы білесіздер. Одан кейінгі өмір бойы дипломат болып қызмет атқарды. Сол себепті олар қазір осы жастардың білім алуына жан-жақты көмек беріп жатыр. Иә. Шетелге шыққан сәттерде сол жақта білім алып жатқан, жұмыс істеп жатқан өзіміздің жергілікті жастармен, өзіміздің ұлт өкілдерімен сол жақта міндетті түрде кездесу өткізеді. Жаңа сіз айтып отырғаныңыз осы ғой. Ол сыртта білім алып, ол тәжірибесін өз елінде жалғастырып жатса қандай керемет. Иә. Мысалға, енді сұрап жатсыз, бірақ менің өзім бір кемшілігімді білем. Ол кемшілігімді? Кемшілігімді. Әр адам өз кемшілігін біледі ғой. Ол үлкен қасиет. Оны кімнен жасырасың, басқа біреуден жасырсаң да өзіңнен жасыра алмайсың ғой. Мен мектепті бітіргеннен кейін негізі грантқа түскем. Сонда атамнан кеп сұрайын. Ауылдың балаларымыз ғой. Мен Алматыға барып оқысам бола ма деймін. Атам айтады, енді Қуаныш, біреу тоңғаннан секірсе, біреу тойғаннан секіреді дейді. Не бар Алматыда дейді. Ауылда жұмыс көп, мал көп. Шымкентте оқи бер деді. Сол кезде ойланам, егерде Алматы емес шетелге жібергенде, менің тәжірибемде, білімімде көбірек болатын еді деп. Сондықтан да өзім 3 балам бар. Өзім бір басты мақсатым оларды шетелде оқытып, одан кейін Қазақстанға кеп, сол алынған тәжірибесін біздің елге жұмсау. Қандай керемет. Осындай бір мақсат бар. Әрине. Арман бар сондай. Дұрыс екен. Енді жастарға өзіңіздің қандай тілек айтар едіңіз? Енді кеңес дәуірін көбісі жамандайды, бірақ Ленин атамыздың айтқанындай оқы және оқы. Бұдан артық сөз жоқ. Дұрыс айтасыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, сіз 21 жыл тәжірибесі бар қаржыгерсіз, е? Осындай ірі банктың басында отырсыз. Бос уақытыңыз бола ма? Соңғы кезде бос уақыт деген шамалы тығыздау болып кетті. Әрине, бос уақыт әр адамда болады ғой. Бос уақытты қалай өткізесің деп сұрап жатсыз ба? Иә. Бос уақытты жанұямен өткізуге тырысам. Уақыт өте бұлай балалар өсіп келе жатыр. Өзінің бір тәтті кездері өтіп кетті кез. Барлығы 10-нан 15-ке тайып қалған. Мінездері қиқы-жиқы. Бірақ сонда да тәрбие бермесең, олар кетіп қалады. Сондықтан да жанұямен өткізуге тырысам. Шетелге шығамыз ба, Қазақстанның ішінде жүреміз ба, өз туған өлкеме барсам да әйтеуір қасымда алып жүремін ол балаларды. Жақсы екен. Енді шынын айтқан кезде өзі бастық болса, өзі 40-тан асып бара жатса, сізді айтып отқан жоқпын. Басқа адамдар, жалпы. Мынау Алла берген көп адам денесіне, дене пішініне, денсаулығына көңіл бөлмейді, шынын айту керек. Сізге қарап отырып, шынын айтайын, мен сүйсініп отырмын. Дене пішіңіз кәдімгі кәсіби спортшы сияқтысыз. Спорт бар ма? Бар. Спортсыз болмайды. Жұмысыңды жақсы атқарам десең, әрине денсаулығыңда дұрыс болу керек.
себебі денсаулық болмаса адам денсаулығын ойлайды, жұмысын ойламайды. Сондықтан да менде осы 2 жылдан бері армияға барып келгем, маған да бір повестка келген. Сонымен Қарағой жақта 1 айға барып келгем. Ондай Дайындық қой сонда. азаматтық борыштан қорықпаймын. Әр жас болсын, әр жігітке болсын айтатыным, жұмыспен бірге спорт қол ұстасып жүру керек. Дұрыс айтасыз. Ең бастысы денсаулық. Бірақ сіз айтқандай, мен қазір мақтанып отырсам, біреу айтады ғой, қазір, мынау қайдағы спортсмен, мынаны бешбармақты жақсы көретін жігіт қой деп. Ондайлар да бар. Сондықтан да жалпы жағдайға қарап, Жоқ, ол енді уақытқа қарап- ол тағам. Иә, Біздің ұлттық тағам, оны жақсы көруіміз керек. иә, иә, Жақсы тамақтануымыз керек. иә. Ол мақтаныш, шынын Ол да айтқанда. бар, ол да бар. Енді уақыт бөліп, біздің бүгінгі хабарымызға келіп осындай әсерлі ой, әсіресе мынау үй алам деген жастарға осындай пікір кеңес бергеніңіз үшін Қуаныш Серікұлы, сізге көп рахмет. Енді хабарымыз соңында осы үй алам деушілерге, жастарға қандай тілек айтар едіңіз? Ең басты ол қойылған мақсат. Егерде үйді басқа керек нәрсемен салыстырсақ, үй немесе көлік, Иә. үй немесе телефон, әрине онда шешім үй жаққа өту керек. Үйді алған дұрыс. Өзіңізде үй болса да, сонда балаларыңызға алып беріңіздер. Туған туысқандарыңызға алып беріңіздер. Иә. Оның бірінші қадамы ол отбасы банкінде депозит ашу. Айтатыным осы. Дұрыс. Әңгімеңізге көп рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Біздің бағдарламамыздың қонағы болған Отбасы банкі акционерлік қоғамы Алматы облыстық филиалының директоры Қуаныш Серікұлы. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.